Мен ақшаны жақсы көремін деген фразаны айтқан кезде сізге ең бірінші қандай ой келді? Егер де осы сұрақты өзіңізге қайтадан қойып көргіңіз келсе, паузаны қойып, жауап табуға мүмкіндік беріңіз өзіңізге. Бірақ өзіңізбен шынайы болыңыз. Ең әуелі қандай жауап келді? Сол жауап дұрыс деген сөз. Армысыздар достар, сіздермен әдеттегенше Адияр Албай YouTube каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте бір тамаша тақырыпты өтетін боламыз, өте маңызды тақырып. Сондықтан да каналым ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, өз ойларыңызды тастап кетсеңіздер болады. Мен барлық сұрақтарға күнделікті жауап беріп отырамын. Ал мен бүгінгі тақырыпты бастаймын. Адамдарда жалпы қандай ойлар болуы мүмкін, соларды шолып өтетін болсақ, қайсысы сізге жақын, соны өзіңізге кейін сараптап бағасын беретін боласыз. Ең бірінші және ең жиі кездесетін ол ұялу. Яғни адам ақша туралы айтқан кезде оның денесі қысылып, кішкене ұялып, жалпы ақша бай болу, мен соған лайықтымын деген сияқты сөздерді айтқан кезде адамда ең бірінші осы қатты ұялу сезімі болады. Ол әркімде әртүрлі. Сіз мысалға осы видеоны қарап отырып, осы сөзді естіген кезде телефоныңыздың звугын басып қойдыңыз ба? Ұялдыңыз ба? Немесе мен осы туралы қарап жатырмын, кім не деп ойлап қалады деген сөз ой болса, яғни бұл көп нәрсені айтады. Яғни бұл жерде самооценканың өте төмен екенін бағалауға болады. Ал самооценка төмен болса, ол жалпы ақшаға да, жалпы көптеген факторларға өте қатты әсер ететін болады. Ол туралы алдағы видеоларда айтатын боламын. Екіншісі, ол бізде қорқыныш. Адамның бойында ақшаға қатысты өте көп қорқыныштар болуы мүмкін. Ол тіпті мына ата-бабамыздан келе жатқан қорқыныш болуы мүмкін. Яғни сіздің мысалға атаңыз қатты бай болды, бірақ бір уақытта бүкіл малын, бүкіл ақшасын жоғалтпаса, оның түп санасында, яғни ақша ол келет кетет деген ой қалыптасып қалуы мүмкін, және ол ұрпақтан ұрпаққа шынымен таралуы мүмкін. Сондықтан да оны отработать ету өте маңызды. Енді қараңыздар, қорқыныштар қандай болуы мүмкін? Көп ақша тапсам ұрлап кетуі мүмкін, көп ақша тапсам бақытсыз болуы мүмкін, ажыралып кетуі мүмкін, құтырып кетуі мүмкін. Осы фразаны мен бірнеше адамдардан прям айтып жатқанын естіген едім. Сондықтан да бұнымен жұмыс жасау өте маңызды. Үшіншісі, ол ақшаны жеп көру. Қай кезде адамда бейсаналы түрде, яғни ол өзі онша түсінбейді, ақшаны вроде как жақсы көреді, ұнайды, бірақ та бейсаналы түрде көп ақша тапқысы келмейді. Неге? Себебі оның бойында байлар көп ақша ұрлайды, мемлекет ұрлайды, олар елді ойламайды, олар сондай біреудің қамқоршысы болып сезінеді өзін, бірақ на самом деле оның бойында негатив энергия, негатив эмоция бар екен, даже кейде сезінбейді. Егер сіздің бойыңызда осы сөзді айтқан кезде бір нәрсе ұқсастау, мен сондай сияқтымын деген ой пайда болса, онда онымен міндетті түрде жұмыс жасау керек. Одан кейін мақтану сезімі, шамадан тыс фантазия қосып, яғни вроде ол орташа тұрады, бірақ ол не істейді? Соңғы ақшасына кредитке брендовый киімдер алады, күшті машинаны кредитке алады, үйді алады, бірақ та түбіне қарасаң, ода бір тиын ақша жоқ, тек қарыздар көп. Яғни ол фантазияда, тек қана біреу үшін, біреуге көріну үшін өмір сүретін адамдар. Мінеки осындай бір сезімдер болса, яғни сізде ең әуелі осы сезімдердің ішіндегі хотя бы біреуі сізде бар болса, яғни сіздің қазіргі кезде самооценкаңыз өте төмен деген сөз, яғни сізде ақшамен мәселе бар деген сөз. Осы жерде сізде именно қандай сезім болды, соны комментке жазып өтсеңіздер, бұл мен үшін өте маңызды, өйткені мен әр қайсыларыңызға кішігірім анализ жазып беретін боламын. Яғни ондай сезім неге болуы мүмкін, қалай онымен жұмыс жасауға болады деген сияқты. Енді онымен біз қалай жұмыс жасаймыз, самооценкамызды қалай көтереміз, ақша потогын қалай көбейтеміз деген сұрақтар туындауы мүмкін, оны алдағы уақытта айтатын болам. Ал дәл қазір мен сіздерге өзімнің онлайн және офлайн консультацияларым туралы айтып өткім келеді. Егер сізде қандай да бір қазір мәселелер болса, ол бала тәрбиесінде, өзіңізде, яғни өзіңізді таба алмай жүрсеңіз, немесе қазір сондай стрессовый, депрессивный состояниеда жүрсеңіз, немесе өзіңізді жоғалтып алсаңыз, онда мен сіздерді міндетті түрде онлайн консультацияға шақырамын. Егер Алматы қаласында болсаңыз, онда офлайн консультацияға жеке өзімен кездесіп келсеңіздер болады.
кез келген мәселеде шешімін тауып беруге барынша атсалысатын боламыз. WhatsApp номер описанияда бар, сол жерге жазсаңыздар болады. Жалпы онлайн консультация қалай өтеді, бағасы қанша теңге тұрады, сол туралы барлық ақпаратты айтатын боламыз. Ал мен ары қарай жалғастырамын. Неге біз ақшаны айтқан кезде бізде ұялу, қорқу сезімдері пайда болады, өйткені бала кезден біз көбінесе нені естиміз, ақша ол кір, ақша жаман, ақшаны көп алсаң құтырып кетесің, ол көп байлық алып келмейді, осы қарапайым өмір жақсы деген сияқты. Сондықтан да бізде сол қалыптасып кеткен. Сосын мысалы кішкентай кезімізде біз бірдеңені қатты қалаймыз, бірақ та енді ата-ананың жағдайы жоқ болса, олар немесе өтірік алдайды, немесе жоқ, сен оған сен сұрай бересің, ала бересің, саған өмір жетпейді деген сияқты сөздерді айтқан кезде бізде не істейді, бізде самооценка түседі, яғни мен ол затқа лайықты емеспін деген сияқты, значит мені жақсы көрмейді, мен бір нәрсені өмірде жасауым үшін мен оны должна заслужить деген сияқты, яғни бірдеңе жасауым, күшті оқуым керек или так далее, так далее. То есть біз өмірде сосын өскеннен кейін өзімізге просто так жақсы сыйлық алуға, жақсы ақша табыс табуға өзімізге рұқсат бермейміз. Ол бейсаналы түрде болады. Бұл бірден бір себебі. Енді барлығы шынымен бала кезден басталады, дегенмен енді бала болдық, өстік, енді біз онымен жұмыс жасауымыз керек. Қазір сіздерге бір техника, мысалға өзіңізге мынандай сұрақ қойыңыз. Мен ақшаны қаншалықты жақсы көремін? Яғни бірден 10-ға дейін өзіңізге баға қойып көріңіз. Егер уақыт керек болса, пауза қойып қойсаңыз болады, немесе ары қарай тыңдай берсеңіз болады. Мысалға енді бұл жерде көбінесе бірден жаңағы 7-8-ге дейінгі баға бұл самооценканың өте төмендігі, ал егер де сізде мысалға 9 бен 10-ның арасында өзіңізге баға қойып білсеңіз, яғни қазіргі сіздің состояниеңіз либо өте жақсы болуы мүмкін, сіз қазір жақсы ақша табасыз, сізге бәрі жетеді, и сіз в принципе комфортный өмір сүресіз, және сіз өзіңізді сол ақшаға лайықты деп есептейсіз, и сіз 10 деген баға қоясыз. Екінші типті адам, ол 10 деген баға өзіне қояды, бірақ оның артында ешқандай қалтасында ақшасы жоқ, қазір тауып атқан табысы, өмірден алып атқан ләззаты жоқ. Неге адам бұндай ситуацияда өзіне 10 немесе 9, немесе 8 деген баға қояды, өйткені ол кішкентай кезінен оның түп санасында жаңағыдай байларға деген қызғаныш қалып қалады. Яғни ода жоқ, бірақ та ол өзін сондай бай қылып сезінгісі келеді. Яғни түп санадағы негатив энергия, қызғаныш сезім. Былайша айтқанда ол ақшаға деген махаббат емес, ол ақшаға деген қызғаныш сезімі, яғни негатив энергия. Осындай сұрақтарды қою арқылы біз шын мәнімізде өзімізге анализ бере аламыз. Мен ақшаға қазір позитив энергиям бар ма, әлде негатив энергиям бар ма? Егер негатив энергия болса, ол міндетті түрде сіздің ақша потогыңызды көтермейді. Ол міндетті түрде сізге өзіңіздің сүйікті ісіңізді табуға мүмкіндік бермейді. Жалпы бақытты болу, әр күнді сондай бір жоғары сатыда өткізуге сізге мүмкіндік бермейді, потому что сізде постоянно негативно стрессовый ситуация, ішіңізде сондай жағдай қалыптасады. Енді жалпы самооценкамызды көтеру үшін осындай кішігірім техникадан басқа өзіңізбен бірге көп жұмыс жасаңыз. Мысалға, мен ақшаны жақсы көремін, мен бай болғым келемін деген фразаларды көбірек қолдануға тырысыңыз. Яғни сіздің миыңыз соған үйрену керек. Және сізге біреу мысалға бір идеяңыз болса, оны біреуге айтып, сондай бір күшті болып өзіңіз сезінсеңіз, және біреу сізге сенбесе, онда ондай адамнан алшақ болыңыз. Немесе ол сіздің жақын адамыңыз болса, фантазияңызбен, өзіңіздің идеяларыңызбен бөліспеңіз. Бірінші соны жүзеге асырып алыңыз, яғни энергияны сақтап қалыңыз. Өйткені сіз күшті идеяңызды біреуге айтқан кезде энергия кетіп қалады, сосын оны жасауға уже сізде күш қуат қалмайды. Міне осындай кезде, әсіресе мысалға сіз идеяңызды біреуге айттыңыз, и сізге біреу айтты, ой, онша емес деп, бірақ ол үшін ол онша емес болуы мүмкін, бірақ сіздің қолыңыздан ол күшті келуі мүмкін. Ол қарапайым нәрсе болуы мүмкін, бірақ сіз одан мықты дүние жасауыңыз мүмкін. Сондықтан да осы кезде өзіңіздің самооценкаңызды түсірмей, өзіңіздің идеяңызды шынымен өзіңіздің интуицияңызға сеніп жасап көруге, жасауға әрекет жасаңыз. Сол кезде сіздің қолыңыздан барлығы келетін болады. Және сонымен қатар, мысалға, ақша маған не үшін керек деген сұрақты өте жиі қойыңыз. Нақты ақша не үшін керек екенін білген кезде адамға ақша тартыла бастайды. Егер сіз нақты өзіңіздің мақсатыңызды, ақша маған не үшін керек, жалпы осы самооценка блоктармен қалай жұмыс жасаймын десеңіз, онда онлайн консультацияма сіздерді шақырамын. Онлайн консультация әртүрлі деңгейде өтеді, яғни біреулер видеозвонокпен өткісі келеді, біреулер аудиозвонокпен, біреулер аудиозаписпен. Аудиозапис ең ыңғайлы. Неге? Себебі сіз
адаммен сөйлескен кезде эмоцияға беріліп кейбір ақпараттарды өткізіп аласыз. Ал аудиозаписта оның бәрі сақталады. Сіз кейін өзіңізге келіп, шомылып, жақсарған кезде, кейін кешке бәрі ұйықтап жатқан кезде конспект жасайсыз. Осы конспект арқылы сіз өзіңізге естімей қалған, немесе сол кезде түсінбей қалған, немесе сол кезде қабылдамаған ақпаратты қайтадан естіген кезде оны ерекше қабылдауыңыз мүмкін. Әсіресе кешке тыныштықта, медитацияда отырған кезде ақпарат өте күшті миға сіңеді. Сондықтан да мен көбінесе әсіресе бірінші консультацияны аудиозаписпен өтуге кеңес беремін. Енді бүгінге айтарым осы, сіздермен қоштаспаймын, тек қана келесі көріскенше күн жақсы деймін. Сау болыңыздар.